Сәлем достар, сіздермен осындай қарапайым қызылшадан бюджетті вариант күнделікті асқа қолдансаңыздар да болады. Керемет күшті болып шығады, витаминге толы, әрі ағзамызға пайдалы. Бізге бір жуа керек болады. Үлкен жақсылап майымызды қуырып аламыз. Осылай жуамызды жақсылап қуырып болған соң үстіне бір чесногымызды қосып, чеснодавка я болмаса чөркеден өткізсеңіздер де болады. Осылай үстіне салып жібересіздер де бірге қуырып аласыздар, сонда дәмді болады. Мен 2 үлкен қызылша алдым. Өздеріңіз кішкентай орташа болса да алсаңыздар болады. Пісіресіздер де осылай корейская теркадан өткізесіздер. Үстіне жаңағы піскен жуамыз бен чесногымыз саламыз. Укроп, петрушка, кинза қолдансаңыздар да болады, свежий. Өз қалауларыңыз. Мен укроп қостым. Қарабұрыш салсаңыздар да болады. Осындай уксус алмалы қолдандым, 9%. Бір қасыққа толтырмай құясыздар. Кориандр салдым шамалы. Кепкен. Осындай кинза кепкен шамалы салдым. Дәмі шығу үшін жақсылап былғап араластырып, үстіне шамалы тұз саласыздар, татымына қарай. Осылай кез келген асқа ұсынсаңыздар болады. Өте пайдалы, ағзамызға дәруменге толы салатымыз. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.